Ассалаумағалейкум. Екі YouTube каналының тұрақты көрермендері. Каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Алдындағы Дикий Алатау бұқамыз міне. Бүгін жемін салып болғаннан кейін таңертең шешіліп кетті. Сосын өзім кішкене ой енді қайтып байладым деп кішкене жүрексіндім. Сонымен жіпті шалмалап ұстап алсам, жұп-жуас болып болған бұл. Кәдімгідей жыны қағылыпты. Қазірде барсаң міне ұстата береді кәдімгідей жұп-жуас. Алдындағыдай мінезі жоқ. Бір сабыр кек қапты аяқ астынан. 2 айдың алдында өздеріңіз білесіздер, видеосы бар. Соңында сол видеоның үзіндісін сала кетемін. Қалай мінезді екенін. Мінезде басылды міне. Бұл да өзінің иесіне қатты бір адамға енді үйреніп қалады ғой, негізінен былай айтқанда. Сол үшін мінезі де орнына келіпті. Алдына сүзіп, жолатпай, артына барсаң теуіп, тістеп, сүзіп тұрған бұқа болған. Бүгін міне Алланың қалауымен жуас. Басында ұстай бересің міне, жұп-жуас. Мүйізінде ұстап тұрсыз. Бәріне сонда уақыт керек. Бұқа бұрда қылаңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Енді соңында айта кететін жайт көп көрермендер сұрап жатыр. Жемді, шөпті қай кезде берген дұрыс деп. Енді шөп таңертең, шөпті не үшін таңертең береді деп айтасыздар. Таңертең негізінен аш құрсақ тұрады малыңыз. Ол кезде бірден су бересің, суды да аса ішпейді. Сол үшін алдымен шөп саласыздар. Асқазанын ояту керек малдың. Өзіңізде таңертең тұрғаннан кейін сразу ауыр тамақ жемейсіз ғой. Жеңілірек тамақ жейсіз, шай ішесіз. Болмаса алдымен тұрып су ішіп, сондай жасайсыз ғой күтім өзіңізге. Ал енді бұқаға таңертең бірінші сол бір кезде салатын шөбіңізді негізінен 2 рет бөліп беріңіз. Ал енді көбірек салсаңыз сағыр көп шығарады. Сол үшін 2-ге бөліп берсеңіз соңыз дұрыс болады. Таңертең су, таңертең шөп алдыменен бір жарты сағат дейін жеп астын тазалап, андай-мындай жұмыстарыңыз бітіріп болып, сосын барып артынан су бересіз. Судан кейін жем сразу. Ал енді жемін жеп болар болмастан кейін 1 сағат мөлшерінде тағы сол қалған шөптен аз-аздан сақ қоясыз. Сонымен болды. Кешкі бір 5-6-ге дейін сонымен жатады. Соны қорытып, күйіс қайтарып, солай жатады. Ет алуына да жақсы болады. Сіз қайта-қайта кіріп мазасын ала бермейсіз. Сосын салған жем шөбіңізді де жақсы жейді. Бұқаның да мазасы кетпейді, өзіңізде мазаңыз кетпейді. Және түсте жұмыстарыңыз болса, оны атқара бересіз. Бұл қораңызда жата береді. Енді арасында байқамасаңыз, жазатайым бір шешіліп кететін жағдайлар болады. Сол үшін бас жібін өте мықтылап байлаған дұрыс. Енді көп кісілер қораның размерін сұрап жатыр. Менің қорам мынау ескі қора болған. Бір 9 жыл болып қалды бұл салынғалы. Ұзындығы 9 метр болды, алдында да айтып кеткенмін. Ені 7 метр. Негізі қора салсаңыздар, ұзындығы енді 1 метр болмаса 90 сантиметрге бір бұқа тұрады. Ал енді қораның енін жоқ дегенде 8,5 іші болмаса 9 метр қаласыздар. Мына бұқаның арт жағы, мына пол 1 метр 80 болады. 80-нен кейін 30 сенті боғалатын жері болады. Сосын өзіңіз жүретін біраз жер қалдыруыңыз керек. 70-80 сантиметр болмаса 1 метр. Сонда 3 метр болса қалыпты болатын ақ. Арт жағында ташкімен жүріп боғын ала бересіз. Солай өзіңізге қолайлылық жаратасыз.
Ал енді дауаңыздың тереңдігіне ені 40 см болады, 40 см, тереңдігі 35-40, ақырдың жалпы сырты мен көлемділігі ені 70 см, ұзындығы да 60-та, биіктігі 60-та 70 болады, 60-та 70 см. Болашақта қора салам десеңіздер, солай жазсаңыздар болады. Алдыда өзімде қора саламын, сол кезде түсіріп бөлісетін боламын сіздерменен. Қазір ананы енді ноқталап, мүйізінен байлап қойғам. Енді ноқтасынан байлап тастайтын боламын қазір. Міне дикейді осылай ұстап отырмыз. Жуасы да кәдімгідей міне. Алдында қорқынышты болған мінезі. Қазір сүзбейді міне, қасымда тұр. Сүзбейді дегенде бір сүзіп шалқадан түсіріп жүрмесін енді. Ал міне дикейді байлап садық. Опа! Қазақ тілді арнамыздың қолдауына үлес қосып, видеоны таратып қойыңыздар. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Пікір алаңына пікір қалдырып кетіңіздер. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Менің есімім Тұрдыбай. Бұқа бордақылаумен айналысамын. Сұрақтарыңыз болса жекеге шығып жазыңыздар. WhatsApp нөмірім 8771 413 1417. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.